бүгінгі дербес шығармашылық көрменің атауы таусылмас өнер деп аталады. Неге бұндай атау бердік? Себебі өзінің шектеулік мүмкіндігіне қарамастан екі бірдей шеберіміз осы көрмені ұйымдастыруға себепкер болып отыр, басты кейіпкерлердің бірі болып отыр. Бірінші суретші ол Смайылов Марат Алдабергенұлы. Ол кісі енді көп жылдан бері кәсіби суретші, Өскемен қаласының шебері. Ол кісінің енді картиналарына назар аударсаңыздар, көбінесе матаның бетіне қарапайым акрил бояу арқылы салған өзінің қазақтың ұлттық мәдениетіне, салт дәстүріне басты назар аударған. Ал екінші шеберіміз, ол кісінде мүмкіндігі шектеулі. Енді оған қарамастан ол кісі 2013 жылдан бастап белсенді бос уақытында өзі біздің музей қорында жұмыс жасайды. Оған қарамастан өзінің бос уақытында сүйікті ісі ретінде әуесқой шеберге айналды. Қарапайым Қытай елінде пайда болған модульдік оригами. А4 қағазы арқылы үшбұрыштарды құрау арқылы бір-біріне, яғни биіктік көлеміндегі осындай тауыс, аққу немесе бәйтерек соларды тамашалауға болады. Шебердің айтуы бойынша бұл жерде А4 қағаздан А4 қағазынан 100-ге жуық данасы кеткен екен. Ал егерде оның нақты санын айтатын болсақ, үшбұрыштардан 800 мыңға жуық үшбұрыштардан құралған. Бұл кісінің екінші қазір заманауи техникадағы папер крафт деп аталады екен. Осы жуықтағына пайда болған екен. Картон қағаздарды кез келген геометриялық формадағы үлгіде қиып, бір-біріне жабыстырып, мүсін дайындайды екен.